Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге сазан балығынан духовкада көктал пісірудің өте оңай әрі дәмді жолын көрсетемін. Ол үшін бізге тазартылған ірі көлемде сазан балығы қажет, және де көріп тұрғандарыңыздай тұз, бұрыш, помидор, пиязымыз және лимонымыз, майонезіміз қажет, және де пісіру үшін бізге фольга қажет болып келеді. Ең алдымен балығымызға кірсеміз, яғни балығымызды жайып, ашып, кесуіміз қажет. Басында қосып пісірсеңіздер болады, бірақ бізде үйде балықтың басын жемейтін болғандықтан кесіп алып тастадым. Видеода көрсетілгендей омыртқа тұсынан балықты тігінен кесіп шығамыз. Барлығын ажырата отырып, ашып кесеміз. Мен өзім сазан балығынан көкталды духовкада пісіру жолын Шығыс Қазақстан облысында тұрған кезде сол жердің жергілікті халқынан үйреніп алған рецептім бұл. Сол алғаш дәмін татқан кезден көкталды өте қатты ұнатып қалдым. Сол кезден бастап сазан балығынан жиі көктал пісіріп отырамын духовкада. Негізі оны отта да пісіруге болады. Бірақ енді одан жағдай болмаған жағдайда үйде пісіре беруге болады. Видеода көрсетілгенде балықты осылай екі жаққа ажыратып алғаннан соң еттеріміздің үстінен кішкене пышақпен кесіп өтіп, дәмі кіру үшін тұз, бұрыш сепкенде осылай жүргізіп шықсаңыздар болады. Көкталға қосатын дәмдеуіштер әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ мен өзіме ұнайтын осы дәмдеуіштерді қосамын, яғни ол қарапайым тұз, бұрыш және де майонез. Енді духовкамыздың противень аламыз, үстіне фольга қоямыз, немесе пергаментный бумага қойсаңыздар да болады. Яғни фольганы кесіп бөліп алғаннан кейін үстіне дайын болған балығымызды қоямыз да, жан-жағынан фольгадан кішкене бортики жасаймыз. Егер де көкталымыздың кішкене соғы шығып жатса, сыртқа қарай ағып кетпес үшін. Бірақ бір ескертетін жайт, балығымыз, яғни сазан балығының сыртқы терісі фольгаға жабысып қалады. Сондықтан сонда ескере көрген жөн. Енді балығымызға татымына қарай тұз сеуіп, қолымызбен жағып шығамыз. Одан кейін татымына қарай қара бұрышымызды сеуіп шығамыз. Қара бұрышымызды да дәл солай бүкіл жеріне дәмі кіретіндей етіп, қолымызбен кішкене жағып шығамыз. Лимонды алып, лимонның 1/4 бөлігін кесіп аламыз да, соны балықтың үстіне согын сығып шығамыз. Қатты көп лимон согы қажеті жоқ. Осындай кішкене бөлігі жеткілікті бізге. Яғни оны да біркелкі етіп, барлық жеріне тиетіндей лимон сығындысын сығып шығамыз. Енді келесі бізде майонез. Мен майонездің бір шетінен қайшымен қырқып, кішкентай қылып, енді соны балықтың үстіне жұқа етіп жағып шығамыз. Яғни видеода көрсетілгенде істесеңіздер болады, яғни кесточкамен барлық жеріне біркелкі етіп жағып шықсаңыздар болады. Негізінде майонезді өте көп қосады кейбіреулер, өте көп қалыңдау етіп қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Маған ұнайды солай. Бірақ бұл жерде мен жолдасыма жасап жатқаннан кейін майонезді өте көп қатты қоспадым. Негізі қоссаңыздар болады.
Енді пиязымызды алып дөңгелек, яғни колечко ретінде, жіңішке колечко ретінде кесіп шығамыз. Сол колечкаларымыздың барлығын алып, яғни балығымыздың бетін толықтай жауып тұратындай етіп, бір-бірінен ажыратып, бетіне жайып шығамыз. Одан кейін помидор, яғни қызанағымызды аламыз да, дәл солай жіңішке колечко етіп оны да кесіп шығамыз. Содан кейін помидорды да дәл солай пияз сияқты балықтың үстінен толығымен жауып тұратындай етіп жайып шығамыз. Және де болгар бұрышында дәл солай істеп қоссаңыздар болады, бірақ мен қоспадым. Дайын болғаннан кейін солардың бетінен видеода көрсетілгендей майонезді осылай шашыратып жағып шығамыз. Содан кейін енді қызып тұрған 180 градус пеште жарты сағатқа пісіріп аламыз. Пештен алғаннан кейін міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Мен жан-жағында фольгаларын бәрін алып тастадым, қырқып, сәнін құртып тұрғаннан кейін. Одан кейін бетіне свежий пиязды турап қойып, кинза, петрушка, зелень, кез келген көк пияздармен әрлеп берсеңіздер болады. Міне менің көктал рецептім осындай. Өте оңай, өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын.